сәлеметсіздер ме оқушылар? Сабағымыздың тақырыбы Ақорда. Бүгінгі сабақта Ақорда мемлекетінің құрылуы, жер аумағы, Ақорданың ішкі сыртқы саяси жағдайы туралы білетін боласыздар. Сабағымыздың зерттеу сұрағы: Қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуындағы Ақорданың рөлі қандай болды? Бүгінгі сабақта Ақорда мемлекеті туралы деректермен және де жаңа терминдермен танысасыздар. Сол себептен дәптерлеріңізге жазып алсаңыздар болады. Олар білікшілер, хатшылар, түрік жазуымен іс жүргізушілер, мәлік, түрік әулетінен шыққан жергілікті әкімдер, даруғалар, салық жинаушылар, беклербек, әскери істерді басқарушылар, уәзірлер, азаматтық билік жүргізушілер, басқақтар, басқарушы жергілікті халыққа әскери бақылау жүргізеді, салық жинайды. Ақорданың құрылуы. Ақорда мемлекеті моңғолдар үстемдігінен кейін Қазақстан аумағында жергілікті этникалық негізде құрылған алғашқы мемлекет болып саналады. Ақорда мемлекеті атап өткеніміздей жошы ұлысының жерінде оң қанат және сол қанат. Оң қанатта Батый хан билік құрып, кейіннен Алтын Орда мемлекеті құрылғанын білеміз. Сол қанатта, яғни жошы ұлысының сол қанатында Орда ежен үлесінен кейін Ақорда мемлекеті құрылған. Оқушылар, қазір бейне жазбаға назар аударыңыздар. Қазақ шежіресі бойынша жошы ұлысы 13 ғасырдың ортасында 3 иелікке бөлінеді. Ұлытауда Орда ежен тұқымы иелік жасаса, Бату тұқымы Еділ бойында жаңа мемлекеттің негізін салды. Рашид ад-Диннің дерегі бойынша шығыс Дешті Қыпшақты, яғни жошы ұлысының шығыс бөлігін оның үлкен ұлы Орда ежен басқарды. Алтын Орданың әлсіреуіне байланысты 14 ғасырдың екінші жартысында Ақорда өзінің шарықтау кезеңіне жетті. Орда ежен ұрпақтары Ұлытауда билік құрды және қазіргі Қазақстанның барлық аумағына тарады. Сығанақ Ақорданың астанасы болып, хандар сол қалада қыстап, жазда арқа жерін жайлады. Мемлекет құрамында түркі тілдес тайпалар мен жорық барысында келген моңғолдар да болды. Бірақ моңғол тайпалары 14 ғасырға қарай толық түркіленді. Ақорданың тарихын саяси 3 кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең шығыс Дешті Қыпшақтың даласынан Алтын Орданың әскерлерін қуу жолындағы күреспен сипатталады. 14 ғасырдың ортасында Ерзен мен Мүбәрак қожа хандар Алтын Ордаға тәуелділікті түпкілікті жойды. Екінші кезең Ақорданың күшейген кезеңі. 14 ғасырда билік құрған Ұрыс хан тұсында Ақорда нығайып, Алтын Орданы біріктіруші ұлыс ретінде танылды. Сығанақ қаласында Ұрыс хан өзінің теңгесін шығарды. Үшінші кезең Ақорданың Мәуереннахр билеушісі Әмір Темір басқыншылығына қарсы күрес кезеңі. Осы күресте бар ауыртпашылық Ұрыс ханға түседі. Ұрыс хан 1375 жылы Еділ бойына жорық жасап, Сарай Беркені, Қажы Тарханды алып, Кама бұлғарларын жеңеді. Ұрыс хан 1376 жылы соғыс даласында қаза табады. 14 ғасырдың соңы мен 15 ғасырдың басында Әмір Темірдің жорықтары мен ішкі талас тартыстың нәтижесінде Ақорда әлсірейді. Ұрыс ханның немересі Барақ хан билік құрған 1423-1428 жылдары Ақорда нығая түседі. 1428 жылы Барақ қайтыс болып, Ақорда билігі Шайбани ұрпағы Әбілқайырдың қолына өтеді. Ақорда қазақ жерінде моңғол шапқыншылығынан кейін құрылған алғашқы мемлекет болды. Жошы ұлысының сол қанатында Орда ежен ұлысында құрылған Ақорда мемлекетінің жер аумағына келетін болсақ, Орда ежен ұлысының аумағына алғашқы кезде Ертіс өзенінен батысқа қарай Ұлытау мен Қаратауға дейінгі Жетісудың солтүстік шығыс бөлігіндегі жерлер енді. Ұлыстың аумағы біртіндеп кеңейе түседі де 13 ғасырдың екінші жартысында Сырдың орта ағысы бойында жерлер де ұлыс құрамына қосылады. Оқушылар,
Ақ Орданың этникалық негізін құрған тайпаларға назар аударайық. Олар Қыпшақтар, Қоңырат, Арғын, Алшын, Қаңлы, Керей, Үйсін, Найман. Кейіннен бұл тайпалар қазақ халқының қалыптасуына өзінің үлкен үлесін қосты. Ақ Орда мемлекетінің ішкі сыртқы саяси жағдайы. Батыс, түрік, түркеш, қимақ, қыпшақ дәуірінен басталған қазақ халқының өз алдына халық болып қалыптасуы осы Ақ Орда дәуірінде үздіксіз дамыды. Моңғол шапқыншылығы аса ауыр зардаптар әкелгенімен халықтың дамуын тоқтатқан жоқ. Қайта қазақ тайпаларының бытыраңқылығын, өзара қырқысын толассыз қан төгісті жойып, оларды бір мемлекет Ақ Орданың қол астына топтастырды. Ақ Орданың ішкі сыртқы саяси жағдайын мынандай үш кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең Ақ Орда билеушілерінің Алтын Ордадан бөлініп, жеке мемлекет болу үшін күрес жүргізуі. Екінші, Ақ Орда хандарының Алтын Орданың ішкі істеріне белсене араласуға әрекет жасауы. Ұрыс хан және оның ұрпақтарының Әмір Темірге қарсы күресі. Оқушылар, енді алған білімдерімізді пайдаланып, тапсырмалар бөліміне кезек берейік. Бірінші тапсырма: мәтінді толықтыр. Оқушылар, тапсырмаларыңызды орындап болсаңыздар, жауабына назар аударыңыздар. Ақ Орда Қазақстан аумағында моңғолдардан кейінгі құрылған алғашқы мемлекет. Орталығы Сырдария өзенінің орта ағысы бойына орналасқан Сығанақ қаласы болды. Ақ Орданың аумағы Жошы ханның екі баласы Орда Ежен мен Шайбани хандардың жерін қамтыды. 14 ғасырдың екінші ширегінен бастап Ақ Орда Алтын Ордадан бір жола бөліне бастайды. Келесі екінші тапсырмаға назар аударыңыздар. Оқиғаларды болған уақытымен сәйкестендіріңіздер. Тапсырмаларыңызды орындап болсаңыздар, дұрыс жауапқа назар аударыңыздар. 1379 жылы Тоқтамыс өзін Ақ Орданың билеушісі деп жариялайды. 1395 жылы Әмір Темір Тоқтамыстың әскерін талқандайды. 1425 жылы Барақ хан Темірге қарсы белсенді саясат жүргізеді. Келесі тапсырмаға назар аударыңыздар. Ақ Орданың этникалық негізін құрған халықтарды анықтаңыздар. Оқушылар, үшінші тапсырманың жауабына назар аударыңыздар. Олар Қыпшақтар, Қоңырат, Алшын, Үйсін, Керей, Арғын, Қаңлы, Найман. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз осы жауаптармен сәйкес келеді деп ойлаймын. Жарайсыздар. Қорытынды: оқушылар, бүгін біз Ақ Орда мемлекетінің құрылуы, олардың жер аумағы, Ақ Орда мемлекетінің ішкі сыртқы саяси жағдайы туралы білдік. Сау болыңыздар.